Сіз Джон Рокфеллер және оның таңғажайып байлығы туралы естіген шығарсыз. Әрине, сіздердің әрқайсыңыз ол сияқты көп ақшаға ие болуды армандаған болар. Енді біз сіздермен Рокфеллер сияқты бай болмаса да, ақша табуға көмектесетін бірнеше лайфхактармен бөлісеміз. Джон Рокфеллер қаржылық сауатты болу жөнінде көптеген дана сөздер қалдырды. Міне, олардың бірнешеуі. Тамшылап үнемдейтін болсаңыз, мұхитқа айналары сөзсіз. Күн сайын шығындарыңызды жазып отырыңыз. Бұл ақшаңызды не үшін жұмсап жатқаныңызды және қайдан үнемдеуге болатынын түсінуге көмектеседі. Ақша өмірдің мәні емес, бірақ ол өміріңізді жақсарта алады. Ақшаңызды мақсатыңызға жетуге және толыққанды өмір сүруге жұмсаңыз. Басқалардан үйрен. Осы салада табысты болғандардан қаржылық стратегиялар мен әдістерді үйреніңіз. Джон Рокфеллердің бұл дана сөздері қаржылық сауаттылық сияқты заманауи тұжырымдаманың негізі болды. Бүгінгі таңда қаржылық сауаттылық сапалы өмір сүрудің негізгі дағдысы болып табылады. Бұл сіздің қаражатыңызды жұмсауға, өміріңізді жоспарлауға және оның сапасын жақсартуға көмектеседі. Қасым-Жомарт Тоқаев сонымен қатар қаржылық сауаттылық дағдыларын меңгерудің маңыздылығына тоқталды. Қаржылық сауаттылықты арттыру қарыздың жоғары деңгейімен күресуге көмектесуі керек екенін атап өтті. Міне, қаржылық салада табысқа жеткендердің көпшілігі ұсынатын нәрселер. Бірінші лайфхак. Бюджетті түсіну керек. Әрқашан сізде қанша ақша бар екенін және оны неге жұмсайтыныңызды біліңіз. Екінші лайфхак өте қарапайым. Жеңілдіктерді пайдаланыңыз. Жеңілдіктер қалайтын заттарыңызды әлде қайда арзандау алуға мүмкіндік береді. Үшінші лайфхак. Сатып алудан бұрын ойланып көріңіз. Бұл зат сізге шынымен керек пе? Бәріміз көп жағдайда қажет емес заттарды жиі сатып аламыз. Төртінші лайфхак. Жалақыңыздың 10%-ын үнемдеуге тырысыңыз. Бұл сіздің өміріңізге кері әсер етпейді, өйткені бұл ақша сізге кез келген жағдайда көмектесетін болады. Ал бесінші лайфхак. Ақшаңызбен тәжірибе жасаудан қорықпаңыз. Инвестицияға жұмсап, жетістікке жеткендердің тәжірибесін пайдалана отырып, жаңа нәрсені көріңіз. Осы лайфхактарды пайдалана отырып, сіз бұл бейнені не үшін көріп жатқаныңызды түсіне аласыз. Бұл қаржы саласындағы көшбасшылар қолданатын лайфхактар. Олар осы салада мықты болу үшін өз қаржысын қалай пайдалану керектігін жақсы түсінеді. Сіздің өміріңіз бен дағдыларыңыз өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.